ұстаздар мен оқушылар, бүгінгі біздің ғылыми жобамыздың тақырыбы қадыр өлеңдері қазынамыз. Ғылыми жобаның мақсаты Қадыр Мырза Әлі өлеңдерінің көрініс тапқан қазақ болмысының айқындауы. Қадыр Мырза Әлі ақын, Қазақстанның халық жазушысы, мемлекет сыйлықтың иегері, қазақ жырының қадірі атанған сөз зергері. 1935 жылы 5 қаңтарда Батыс Қазақстан облысының Жымпиты ауылында дүниеге келген. Ол 12 ата бай ұлының Байбақты руына жалғыздысына тарайды. Әйгілі Сырымдат ұлының туған текті елден анасы Мағыраштың тәрбиесінің арқасында халық ауыз әдебиетінің жауһарманына қанып өскен. Бала кезінен Жымпиты ауылындағы кітапханасындағы барлық кітаптарды оқып шығатын болған. Қадыр Мырза Әлі атамыз өмірінде 7000-ға жуық кітап оқыған екен. Қадыр Мырза Әлі атамызға арнап 3 ескерткіш салынды. Бірі Жымпиты ауылында, бірі Орал қаласында, бірі Алматы облысы Қаскелі ауылында. Қадыр атамыздың орны ұрпақ үшін ерекше. Бізге өшпестей қазақтың бейнелеген өлең жазбалар жазып кетті. Біздер музейге бардық, кітапханаға бардық. Қадыр Мырза Әлінің музейі 2015 жылы ашылды. Қазір ашылғанына 10 жыл өтті. Елін сүйген ақын 2011 жылы 22 қаңтарда 76 жасына келген шағында дүниеден өтті. Мәңгі есіміздесіз Қадыр ата. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп жырлаған белгілі ақын, аудармашы. Қадыр алғаш рет өлең жазуды 6 сыныбынан 11 жасында бастады. 16 қыз атты көңілді және әзіл әнді естіді. Содан кейін 16 ер бала туралы жазуды ойлады. Содан кейін Қадыр Мырзаның қолы жүрмеді. Өлең жазып мектепке апарды. Сыныптастарын күлкіге қарық қылды. Сыныптасы Қадыр Мырзаның өлеңдерін өртестады. Оған Қадыр ренжімей рахмет айтты, себебі Қадыр Мырзаға ондай өлеңдер керек болмады. Қадыр Мырзалиевті балалар егеше жақсы көрген. Ол шығармашылығын бастауын осы балаларға арнап шығарумен бастаған. Соның бір дәлелі Жалқаубек әні әр дәуір өз ақынын тудырады десе, Қадыр шығармаларының өз өмір сүрген жылдарға көркем тілімен шешіре десе болады. Қадыр шығармаларының сан қырлы. Қадыр шығармалары адамгершілігі мен адал еңбек тақырыбында. Біз сыныбымызбен Қадыр Мырза Әлінің өлеңдерін жатқа білеміз. Біз сыныбымызбен музейге бардық. Өлеңдерін көрдік, кітаптарын көріп шықтық. 12-15 минутта сыныбымызбен оқушылары өлеңдерін, Қадыр Мырза Әлі өлеңдерін білеміз. Бүгінгі ғылыми жобада басталмай тұрып сауалнама жүргіздік. Ол сауалнамада балалар Қадыр Мырзалиевті көбісі танығанымен өлеңдерін білмейді екен. Қадыр Мырзалиев сөздің сәйгүлігі, ойдың қозғаманы. Оның өлеңдері ұлттық тіл, ұлттық дін, ұлттық күлкі, ұлттық мінез деп бөлінеді. Қадырдың өлеңдері ана мен бала, ақиқат, табиғат деген тағы да басқа өлеңдері бар.
Ұлттық мінез ақынның қазақтарды шетелдік қонақтарға таныстыру өлеңі бар. Ол өлеңді оқи отырып, ол қазақтарды батыр, ақкөңіл, қонақжай екенін айтқан. Ұлттық тіл, ана тілің арым бол, ұятым болып тұр бетте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп, тілдің қадір қасиетін айтып өткен. Қадыр Мырзалиев ең алғаш балаларға арнап өлең шығара бастаған. Ол өлеңді балалар оқи отырып өз білімін арттырған. Мысалға, не үшін деген өлеңі бар. Ұлттық күлкі ақынның өлеңдерінде адамдағы жақсы қасиеттерін айтқысы келген, ал жаман қасиеттерін өткір сатира тәсілімен түйреп отырған. Мысалға, Қомағай өлеңі бар. Қорытындылай кетсек, Қадыр Мырзалиев ұлттық ақын, өйткені оның әр шығармаларында ұлттық бояуды байқаймыз. Ағылшынша армандап, орысша ойлап жүрген әр ұлтқа үлкен тәрбие. Қадыр атамыздың өлеңдері біздің нағыз қазынамыз. Ендеше біздің жасаған жұмыстарымызды видео арқылы көрсеңіздер болады. Шолпан жігіт домалатып жығып қой, дос келгенде жасап жатыр ұлып қой. Алғаш рет көріп тұрсың сен оны, қазақ деген міне осы өліп қой.